Сәлеметсіздер ме балдар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге қазақ тілі 2-ші сынып 84-ші сабақ біздің жобаны өтетін боламыз. Ендеше балалар, бұл жерде берілген денсаулық зор байлық деген. Ал бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, суреттердің көмегімен сөз жұмбақты шештік. Бұл жерде бізге тор көздер берілген. Соның ішіне біз сөздерді жазуымыз керек. Ендеше бірінші сөз бізде доп, екіншісі терезе, үшіншісі күн, төртіншісі сабын, бесіншісі тарақ, алтыншысы су, жетіншісі сүлгі, сегізінші асық, тоғызыншы қайық. Шешуіндегі сөз туралы білгеніңді айтты. Бұл жерде денсаулық сөзі. Адам денсаулығының мән-маңызында қазақ халқы ежелден көп көңіл бөлінген. Күнделікті өмірде денені күтіп ұстауға, тазалық сақтауға, дұрыс тамақтануға да өте қатты мән берген. Қазақ халқының бірінші байлық денсаулық, дені саудың жаны сау, демі бардың емі бар деген мақал-мәтелдері адам денсаулығының күтуде терең тәрбиелік және философиялық маңызын осы күнге дейін жойған жоқ. Денсаулық қажет кезде барлығы да болады. Денсаулықтарыңызды қадірлеп, күтіп ұстаңыздар балалар. Екінші, денсаулық туралы мақал-мәтелдер мен өлең шумақтарын тауып жаз. Мұнда бізде астында мақал-мәтел жаздық. Шынықсаң шымыр боласын. Бірінші байлық денсаулық, дерт көп, денсаулық біреу, демі бардың емі бар, денсаулық зор байлық, ауруын жасырған өледі, туа мүкіс жазылмас, басы аманның малы түгел, жасырғанның жарасы асқынады дейді балалар. Осылай сіздер де мақал-мәтелдерді жазып алыңыздар. Ал балалар, келесі бізде үшінші сұрақ. Осы тақырыптың мазмұнын ашатын шағын мәтін жаз. Мәтіндегі сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат делінген. Адамның өміріндегі ең үлкен құндылықтардың бірі. Бізді ештеңе мазаламай, еш жеріміз ауырмай тұрғанда дүниені төңкеруге, маңызды шаруаларымызбен айналысуға дайынбыз. Ал ауру келсе, ештеңеге зауқымыз соқпайды. Өмірдің мәні кеткендей болады. Шынында, денсаулықпен проблема болмағанда бұл туралы ойламайтынбыз. Қай жерің ауырса, жаның сол жерде делінген балалар. Ал балалар, менің сіздерге деп салып жатқан сабақтарым ұнап жатса, лайк басып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Сіздерге менің келесі салған сабақтарым бірінші көріну үшін. Ал енді 4-ші тапсырманы қарайық. Өзіңе ұнайтын спорт түрлерінің тізімін жаса. Оны сыныптастарыңа көрсетіп бағала делінген. Мен мұнда маған шаңғы тебу ұнайды. Адам денсаулығына аса пайдалы спорт түрінің бірі шаңғы тебу. Шаңғы спорт баланың аяқ-қол, дене бұлшық еттерін күшейтеді. Сонымен қатар жүрек қан тамыр, тыныс алу мен жүйке жүйесіне оң әсерін тигізеді. Баланың тепе-теңдікті сақтай білу қабілетін арттырады делінген балалар. Мінекей балалар, осымен біздің сұрақтарымыз аяқталды. Сіздермен келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.